эстрадасының жұлдызы Ақбота Керімбекова Қайрат Нұртастың анасымен қатты ұрысып қалған кезін есіне алды. Әнші мен Гүлзира Айдарбекова кезекті концерт алдында қырылысып, бір-біріне ауыр сөздер айтып қойған. Өнер иесі туындаған келіспеушілікке қатысты бар шындықты айтып, өзіне тиіскен адамды ешқашан аямайтынын жеткізді. Ақбота Керімбекова мен Гүлзира Айдарбекованың жанжалы туралы Дастархан шоу бағдарламасында белгілі болды. Эстрада өкілі ағынан жарылып, бұған дейін орын алған дауды егжейлі түрде айтып берді. Концертке бір апта қалғанда Гүлзира екеуміз қырылысып қалдық. Мен өлең айтпаймын болды дегенмін. Гүлзира ханым ана дос қызыма, мына дос қызыма шығып әйтеуір ашуымды басып алды. Мен де қырсық адаммын ғой. Бір қырсықсам жаман болады. Мен біреу тиіспесе өте жұмсақ адаммын, ал тиіссе аямаймын. Сол концерттің алдында сазгер Ержан Серікбаев ағамыз қайтыс болды. Сол кісінің жерлеуіне кетіп қалдым. Гүлзира ханым сол кезде қоңырау шалып, қайда жүрсің деп айқайлайды. Ол кісіге жаназада жүргенімді айттым. Маған тез қайт Алматыға, кешке дейін жет деді ғой. Мен Арыста жүрмін. Қазір күліп еске аламыз. Ал негізінде біз бір-бірімізге батырып та, асырып та сөйлесеміз. Өте жақсы көремін, әрі құрметтеймін, деді әнші.